енді үш подъезді үй ғой. Үш подъезді үй. Burada көбінесе үш бөлмелі және екі бөлмелі квартиралар көп болады. Теміржол саласында енді оқуын оқыдық қой кезінде. Оқығаннан кейін енді пока салған. Саласында жұмыс жасалады. Әркім енді білетін жағына қарай жұмыс жасайды ғой. Біздің жұмыс не? Қиын емес, кирпич, раствор бересің, команду тыңдайсың. Основной біздің ең қиын ответственность қой бізде, адамның ответственности.